Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Енді біздегі бүгінгі ұйымдастырылып отырған жиналысымыз бұл жалпы студенттік парламент деп аталады. Сендердің араларыңнан парламент депутаттарын сайлайтын боламыз, яғни студенттік парламент депутаттары. Осы жайлы бүгін сөз қозғаймыз, яғни студенттік парламент ережесі, парламенттің мақсаты, міндеті, не туралы, студент парламент дегеніміз не деген секілді әңгімелерімізді қозғайтын боламыз. Құрылымы және 8 фракциядан және 8 баптан құралады. Енді жалпы бұл жерде бір ғана сендердің ұғатындардың, яғни өздеріңді студент мәжілісте, парламентте депутаттар қандай болады, бізде дәл сондай депутат болуымыз керек. Яғни сендер іріктеліп 25 бала тізім бойынша, кеше Сәуле апайлардың жинаған 25 бала бойынша осы тізім маған алдымда тұр. Сендердің араларыңнан 8 бағыт бойынша, яғни 8 фракция дейміз. Фракция дегеніміз бұл осындай заңда өзінің ойын айта алатын, өзінің бағыты бар, өзінің бағдарламасы бар адамдарды айтады. Яғни 8 бағыттан құралады. Сол 8 бағытқа 8 депутатты сайлайтын боламыз. Одан бөлек сендердің араларыңда бізде мінекей Таңшолпан екінші жерге орналастыру мамандығының студенті. Таңшолпанды енді бірінші курстар білмейтін шығар. Бізде колледжіміздің бір ауыздан мұғалімдердің сайлауымен, студенттердің сайлауымен колледж президенті. Таңшолпан, сен өзің қолыңды көрсетіп қой. Сәлеметсіз бе? Менің атым Таңшолпан болады. Мен екінші жерге орналастыру тобында оқимын. Мінекей, енді осы Таңшолпан өзіне орынбасар сайлайды, хатшы сайлайды, одан бөлек жағы парламент, студент парламент, яғни депутат сайлайды. Түсінікті ғой? Енді осы жайлы мен сендерге айтып өтейін. Бүгінгі Талғар агробизнес менеджмент колледжінің студенттік парламент білім алушылардың өзін өзі басқару органдарын дамыту тұжырымдамасы. Яғни парламент бұл білім алушылардың білім беру ұйымының бірлесіп басқаруға, оқу тәрбие процесін ұйымдастыру кезіндегі мәселелерді шешуге қатысу нысаны. Мен қазір қысқаша тез айтып өтейін, жалпы не туралы екен. Одан бөлек Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына білім алушылардың студенттік парламент өзін өзі басқару органдарын дамыту тұжырымдамасы, білім туралы, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы, Қазақстан Республикасының заңдары, Қазақстан 2020 болашаққа жол, 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасы, жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасы негізінде әзірленеді. Яғни осы жаңағы бағдарламалар бойынша 8 бағыттағы депутаттар осыны қолға ала отырып, жаңағы заңдарын, еліміздің заңдарын қолға алады, болашаққа жол, жастар жылы, солардың барлығын қамтамасыз ете отырып, сендер өздеріңе бағдарлама жасайсыңдар. 8 бала, 8 депутат. Яғни біз о 8 депутатты қазір араларыңнан колледжіміздің білім алушылар арасынан мұғалімдер сайламайды, яғни сендер осы 25 баланың арасынан 8 баланы біз таңдап алуымыз керек. Оны қалай таңдап аламыз? Біз оны әлі нақты шешкен жоқпыз. Әлеуметтік желі арқылы, жаңағыдай дауыс беру арқылы, немесе Инстаграм желісі арқылы деген сияқты біз 8 баланың таңдап алуымыз қажет. Одан ары қарай жалпы студенттік парламенттің мақсаты не? Бұл бағдарламаның мақсаты білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтілік, құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылық қабілеті, өзінің жеке басын, қоғам мен мемлекетін жетілдіру, мүддесіне әрекет ету, алатын жоғарғы мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу. Бұл мақсаты. Ары қарай міндеті, енді парламент мақсаты. Балалар мен жастардың табысты әлеуметтенуі және өзін-өзі тиімді жүзеге асырылуы, сондай-ақ туындайтын мәселелерді білім алушылардың өз бетінше шешуі. Осы жайлы бұл мақсаты. Енді жаңа айтып өткен біздің 8 бағыттан, яғни 8 фракциядан тұратын құрылымы, парламент құрылымы. Бұлар 8 бағыт деп отырғанымыз құқық және тәртіп фракциясы, ақпарат фракциясы, спорт және салауатты өмір салты фракциясы, өзін-өзі тану және бақыт фракциясы, яғни психология дейді. 5-ші фракция бұл қамқорлық фракциясы, еріктілік. 6-шы фракция бұл мәдениет және өнер фракциясы.
жетінші дебат қозғалсын фракциясы, экология және еңбек фракциясы. Осындай 8 бағыттан тұратын бұл студенттік парламенттің құрылымы осындай. Біз осы 8 бағытқа 8 түрлі депутат сайлайтын боламыз. Ол өздерінің араларына. Ары қарай парламенттің жоғарғы органы фракциялар көшбасшыларының жалпы жиналысы, парламенттің колледждегі қызметін директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары, колледждің жастар ісі жөніндегі комитетінің төрағасы үйлестіреді. Талғар агробизнес және менеджмент колледжінде барлық 8 фракцияға депутаттар сайланады. Мінекей жаңа айтып өткенімдей. Парламент президенті қажет болған жағдайда білім беру ұйымының түрлі алқалы органдарының отырысына қатысады. Бұл Таңшолпан саған қатысты. Парламентті басқарудың негізгі нысаны жобалық менеджмент тетіктер тиімді басқарудың әмбебап технологиясы. Колледж студенттері, мінекей колледж студенттері парламент депутаттары болады. Мына 8 бағыт бойынша сендер өздерінің араларынан, яғни ол үшін өздерің бірінші бағдарлама жасауларың керек. Ол бағдарлама мына 8 бағыттағы фракцияларды қолға ала отыр. Түсінікті ғой, түсініп отырсыңдар ғой. Яғни, мысалы, мына жерде кез келген біреуің, мысалы, мен ақпарат фракциясын алу мүмкін дейді, немесе өзін тану, немесе мәдениет, мысалы, жаңа өнерге қатысты балаларымыз болса, мен мәдениет жағын алам, сол жайлы, мысалы, бағдарламасын жасайды. И біз оны студенттер арасында, бүкіл колледжіміздің студенттер арасында жаңа бағдарламасын оқу арқылы түсініп, и дауыс беру арқылы біз депутатты сайлайтын боламыз. Сонда мәдениет жағынан біз деген домбыра, неше түрлі өнерлерді көрсетеміз бе видеоға түсіріп? Жоқ, көрсетпейсіңдер. Сендер бірінші бағдарламасын жасайсыңдар. Мысалы, мәдениет және өнер фракциясында мен не істей аламын? Мысалы, мен депутат болсаңыз, мен не істей аламын? Мысалы, мәдениет жағын қолға аламын, жаңа домбыра деп айтып қалдым, домбыра жағынан кружок ашамын деген сияқты ма, ол өз еркің. Біздегі мына жоғарғы парламентте де, мысалы, тура осындай бағыттардан құралады негізі. Ары қарай тағы да міндеттері енді. Парламенттің міндеті не? Жалпы білім алушылардың шығармашылық белсенділігін және өз бетінше әрекет етуін іске асыру, білім алушылардың құқықтары, мүдделерін қорғауға, оның ішінде білім беру, әлеуметтік тұрмыстық олардың мүдделерін қозғайтын өзге де мәселелерді шешуге көмек көрсету болып табылады. Білім беру ұйымының басшылығына білім беру және ғылыми міндеттерді шешуде, білім алушылардың бос уақыты мен тұрмысын ұйымдастыруда салауатты өмір салтын насихаттауда көмек көрсету. Мінекей енді міндеті бұл жерде барлығын мен оқып отырмай қояйын, енді барынша негізгі дегендерін таныстырып өтейін. Білім алушылардың білім беру ұйымының қызметі туралы хабардар ету, одан ары қарай қазақстандық қоғамын дамытудың нақты күші, балалар мен жастардың қоғамдық маңызы бар бастамаларын іске асыру, көмек көрсету, білім беру ұйымдарды парламент қызметі, өңір мен білім беру ұйымының ерекшелігін ескере отырып, айқындалатын басқа да міндетті шешуге бағытталған. Бұл міндеті. Және студенттік парламенттің жобалық кеңселері. Бұл қандай болады? Жыл бойы парламент фракциялар жобалық қызметін, колледж президентін сайлау және өзін-өзі басқару күндерін, алқалы органдардың жұмысына қатысты үйлестіреді, және әр жобаға түрлі іс-шаралар, жарыстар, акциялар, флешмобтар, экскурсиялар, жорықтар, турнирлер және тағы басқа кіреді. Біз парламент президентін жылына бір-ақ рет қыркүйек айында сайлайды екенбіз. Мінекей. Жылына бір-ақ рет біз сайлау жүргізе аламыз. Парламент мүшелерін студенттің өзін-өзі басқару көшбасшыларын ынталандыру үшін, яғни жаңағы өздерінің араларынан сайланған депутаттарды колледж парламентінің көшбасшысы, осындай номинациялар, мадақтамалары, дипломдар, немесе студенттік парламенттің көшбасшысы, медаль, стипендиялар тағайындалуы мүмкін. Мінекей осындай бағыттардан, міндеттерден, мақсаттардан құралады.
Енді тағы да осы жөнінде тағы да колледжіміздің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Сәуле Ануарбекқызына сөз беріледі. Мен өзімді таныстыруды ұмытып кеттім. Мына жерде бірінші курстарда бар екен біздің арамызда. Екінші курстар тануы мүмкін. Бірінші курстарға құлақтарыңа алтын сырға. Мен жастар ісі жөніндегі комитеттің жетекшісі боламын. Атым Жәнібек, Бекбау Жәнібек Сыражадинұлы. Сөз енді Сәуле Ануарбекқызына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Жалпы бұл студенттік парламент құрылымы бұл барлық колледждерде бұрыннан жұмыс істейді негізі. Бұл мектептерде де қалыптасып жатыр, колледждерде қалыптасып жатыр, және ол үлкен жоғарғы оқу орындарында да қалыптасып отыр. Енді бізге осы жақында, осы 2021 жылдың басында бізге осының жаңағы тұжырымдамасы келген. Біз сол тұжырымдама негізінде жастар ісі жөніндегі комитет жетекшісі Бекбау Жәнібек ағайымыз жаңағы тұжырымдама негізінде колледждің ережесін жасап шықты. Ережеге сәйкес, енді атап өткендей, ішінде 8 фракция көрсетілген, яғни 8 бөлім деп көрсетілген. 8 фракция бойынша біз енді депутат сайлауымыз керек. Депутат сайлау қалай жүргізіледі? Біз мен Жәнібек ағаймен берген есеп бойынша біз 20 мамыр айына жоспарлап отырмыз. Ол қалай өтеді, қалай сіздерді сайлаймыз? 8 фракцияға сіздерде негізі 25 бала қарастырылған. Мына жерде қанша бала кіріп отыр енді? 25 бала негізі қарастырылған. 25 баланың ішінен 8 баланы өздеріңіздің кандидатураларын ұсынсаңыздар болады. Мен мысалға мына фракцияны мен алып жүре аламын, сайлау алды бағдарламамды жасай аламын, және өзімнің позициямды қорғап шығамын деген балалар болса, мен сіздерді құба-құп, біз сіздерді өз тарапымыздан сіздерге көмек беруге әрқашан қолымыз ашық. Өйткені бұл жерде бұл істі үйлестіруші, яғни ұйымдастырушы тікелей мен боламын, яғни тәрбие жөніндегі орынбасары боламын, және жастар ісі жөніндегі комитет жетекшісі Жәнібек ағайларым жауапты болады. Болмаса, егер де іштеріңізден кандидатура ұсынбаймын, маған керек емес деп айтатындай болсаңыздар, біз өзіміз енді екінші курстардан аламыз көбіне, бірінші курстардан да алуымыз мүмкін. 8 баланы нақтылап, өзіміз анықтап шығамыз. Енді мына жерде таңдап отырған 8 баланың, 25 баланың өзі сіздер бекер балалар еместер. Мен сіздерді кураторларыңызбен, жастар жөніндегі комитет жетекшісімен ақылдаса отырып, осы білім алушыларды алайық, колледжіміздің студенттік парламентті дамытуға және жұмыс істеуге нелері бар, ынта жігерлері бар деп ойлаймыз. Яғни жауапкершілік керек бұл жерде, өздеріңіз түсінесіздер, жауапкершілік керек, мынандай сөйлеу мәнері керек, ораторлық мәнер керек, ұйымдастырушылық қабілет керек. Соны жан-жақты қарай отырып 25 баланы таңдап шықтық. Енді сіздердің іштеріңізден 8 баланы өзіміз анықтауымыз мүмкін. Сосын егер анықтап жатсақ, артынан сіздерге өзіміз айтамыз. Мысалға, мына фракцияға сіз жауап бересіз, мына фракцияға сіз жауап береміз. Барлығы 8 фракцияны көрсеттік қой. Мысалға, ұйымдастыру, концерт жағынан, мысалға, мерекелік шара жағынан кім мықтырақ, мысалға, өзінің потенциалына байланысты әрбір білім алушылар. Айтамыз, сіз жауап бересіз дейміз да, біреуіңізге жүктейміз. Сіздер өз кезектеріңізде өздеріңіздің нелеріңізді ұсынасыздар, сайлау алды бағдарламаларын. Сіздер білесіздер ма, депутаттар сайланған кезде сайлауада бағдарламасын жүргізеді ғой, көріп жүрсіздер ма, былай оқып, танысып, или болмаса сіздерге айтады ғой, болмаса немесе айтып жатады ғой, сайлау бағдарламасын ұсынып жатыр, мынандай негізгі көрсетіліп жатыр деген сияқты. Сол бойынша сіздер өздеріңізді ұсынатын боласыздар, және оны біз колледжіміздің социальный, яғни әлеуметтік желілеріне жүктейміз, балалар танысады, сосын ары қарай сайлауды өткізетін боламыз. Сайлауды қалай өткіземіз, кім болады, оның барлығы келесі осы бір 10 күндікте бір аптаның ішінде шешілуі керек. Өйткені біз 20 мамырға үлгеруіміз керек, 20 мамыр біздің сайлау өту керек. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сұрақ. Былай істеп, сіздердің барлықтарыңызға естіліп тұр ғой негізі жалпы, Былай істеп, мен Таңшолпан біздің
колледжімізде студенттік парламенттің президенті болып сайланды. Енді оны өзіміз сайладық шындығына келгенде, өйткені бізге аяқ астынан президент сайлаңыздар деді. Бізге біріншіден жауапкершілігі бар, екіншіден осы жақын аймақта Талғарда тұратын бала керек. Өйткені біз колледжге шақыртып қалуымыз мүмкін, қағаз жұмыстары бар. Үшіншіден қағаз жұмыстарды мұқият істей алатын, енді қолынан келетін бала керек болды да. Сондықтан біз жаңағы Таңшолпанды өзіміз сайладық президент ретінде. Енді Таңшолпан кеше чат ашқан болатын. Чаттың ішіне менің екінші земнің тобының балалары ғана кірді. Бүгін сіздердің басқаларыңыздың барлығы 25 бала қосамыз сояққа біз жаңағы Жәнібек аға, или мен болмаса мен сіздерге жаңағы біздің колледжіміздің студенттік парламенттің ережесін, құрамында қанша бала бар, барлығын мен сіздерге сол чатқа жіберетін боламын. Сіздер алыңыздар, оқыңыздар, танысыңыздар, кейбір жерлерде сұрақтарыңыз туындауы мүмкін, сайлауды қалай өткіземіз деген ой болуы мүмкін. Соның барлығын бірге ақылдасып отырып шешетін боламыз. Енді қазір бірінші рет айтылып отырған соң сіздерде кішкене сұрақ туындау, то есть түсінбеушілік туындау мүмкін. Енді ары қарай сұрақ болады деген ойдамын, өйткені кішкене бала ізденген сайын ода сұрақта пайда болады. Мына жерді қалай істейміз, мына жерді қалай істейміз деген сияқты. Даже сіздердің мысалға кандидатураларыңызды ұсынсақ, біз өзіміз сіз деп белгілейтін болсақ, оның өзінде сіздер жаңағы айтасыздар ғой, мына сайлауалды бағдарламаны қалай жасаймыз деген сияқты. Бірақ оның бәрін өз кезектеріңізде өздеріңіз жасауға міндеттісіздер. Енді біз мысалға мен кураторларға тікелей табыстайтын боламын. Әрқайсыңыздың кураторыңыз бар мысалға. Сол кісімен тікелей отырып жаңағы сайлауалды бағдарламасын реттейтін боласыздар. Сұрақтарыңыз болса, біз жаңағы уақытымызды аз нетейік, өйткені біз YouTube желісіне бұны монтаждап жүктейтін боламыз, біздің жұмысымыз, яғни. Сұрақтарыңыз бар ма, білім алушылар? Жаңағы 8-дің біреуін ғана нетеміз ба? 8 фракция бар, 8 фракция деп айтып үйреніңіздер, балалар, анан ішін оқыңыздар, сонда тілдеріңізге келеді, енді бірінші рет көріп отырған соң. 8 фракцияның біреуін ғана жобалаймыз ба өзіміз? Мысалға сізге, Мейрамбек, сізге қай фракция жақынырақ? Мысалға сіз өзіңіз спорт жағына жақын болсаңыз, сіз айтасыз, мен жаңағы салауатты өмір салты фракциясы бар ғой, сол фракция бойынша мен мысалға өз кандидатурамды ұсынайын, мен жұмыс істейін деген сияқты ғой. Түсінесіз ба? Онда спорт жағынан көрейін деп көреді, біз енді тауыптық қой сіздің ойыңызды енді. Онда сізді біз назамет, яғни өзімізге алып қояйық, спорт фракциясы ретінде Мейрамбек бірінші жердің 9 тобы деп, ары қарай мен уже тапсырма беремін, сайлауалды бағдарламаларын жасаңыздар дегенде, сіздер уже көрсететін болыңыздар, кураторларыңызбен бірге, мен тікелей Жәнібек ағаймен тікелей бірге отырып жасайсыздар бұл жерде. Ол жерде бір өздеріңіздің мойындарыңызға жауапкершілікті артып қоймаймыз. Енді өздеріңіз жасайсыздар, бірден қарап отырып, біз оны тексеріп береміз, мына жерден мынаны қосыңыз, мына жеріне мынаны қосыңыз деген сияқты. Толықтыру ма, или өзгерту ма деген сияқты. Ал мәдениет жағына бізге концерттерді ұйымдастыру тағы да басқалары шыға ма? Сонда? Қай жағы, мәдениет және өнер фракциясы ма? Енді бұл жерде основном музыкалық көркем шығармашылық дейді ғой, яғни өзін атайтып тұрған музыканы, мысалы, колледжде шығармалар ғой, ұйымдастырушылар соған байланысты ғой жалпы. Мәдениет және өнер фракциясы музыкалық көркем шығармашылық өзі атайтып тұр, енді соған байланысты жұмыстар жүргізесіз ғой. Мен қайсысын қандай ма? Дауыстарыңызды өше тұрыңыздар, кімде артық дауыс шығып тұр? Дәулет, дауысыңызды өше тұрыңыз. Сұрақ бар ма тағы білім алушылар? Жоқ. Менде жоқ. Енді білім алушылар шындығына келгенде енді мотивация беру керек. Біз мына жағдайда енді бізде онлайн болып тұр да, қиын ғой, сіздер білесіздер, онлайн жағдайда өте қиын. Не сіздермен көзбе-көз сөйлесе алмаймыз, сондықтан енді сіздерді таңдап алған соң, міне осы колледждегі біз 3-ші курста алмадық, өйткені олардан қазір бір нәрсе, мысалы, олардың көбі мысалға практикаға кетіп қалды, өндірістік практикаларға. Енді сіздерде көбіне колледжбен байланысты ғой оқуларыңыз, сол себептен сіздерді алып отырмыз, жауапкершілігі бар балалар деп. Сол себептен
кішкене бір пассивный болмаңыздар, активный болыңыздар, өз ойларыңызды ортаға салатындай болыңыздар, жүре ма? Ойларыңызды ашық айтыңыздар. Бұл өзі студенттік парламенттің өзінің міндеті, жаңағы өзінің көзқарасын дәлелдеп айта алатын, колледждің мысалы әкімшілік мүшелерімен, яғни менімен немесе Жәнібек ағайларыңызбен тікелей жұмыс істей алатын, өз ойын ашық айта алатын білім алушылар болу керексіздер. Түсінікті ма, балалар? Иә. Сіздер онда Таңшолпан онда чатқа қосады, сіздерді өздеріңіздің кандидатураларыңыз жазыңыздар да, мысалы Мейрамбекті өз айтты, спорт несінің фракциясын алайын деп отыр, оны да қарастыратын боламыз. Келесі Бахаргүл, сіз өзіңіз мәдениет жағын алайын деп отырсыз, мәдениет жағынан мен кішкене жақынырақ. Егер өзіңіздің сол жағынан хабарыңыз болса, ол өте жақсы ғой, өйткені сіз өзіңіздің ойыңызды ашық айта аласыз, мына жерде мынаны істейік, мына жерде мынаны істейік деген сияқты нәрселерді өзіңіз ойыңызды ашық айта аласыз. Мен өзімізді ана және басқару несін алсам болады ма? Кім бұл айтып отырған? Айда бір Болады, оны шектеу жоқ қой, 8 фракцияға осы келіп тұрса. Таңшолпан қазір саған айтты ғой, жаңағы WhatsApp-тан группа ашасың ғой. Сол кезде сендерді де берем, мен де қосып қой, мен сендерге образец ретінде, мысалы, бағдарлама қалай жасалу керек, соны тауып, іздестіріп, жіберіп көрейін. Сендер соның негізінде өздеріңше жасап көріңдер. Хорошо? Хорошо, ағай. Образец ретінде, үлгі ретінде. Сіздерге сайлау қалай өтіледі, ережесін барлығын жасасақ, осы чатқа жіберіп отырамыз, сіздер танысып отыру үшінші. Өйткені сіздерден бізде бір нәрсені істеу үшін хабардар болуымыз керек қой, ережесіне сәйкес істеуіміз керек деген сияқты мәселе ғой. Енді мына 25 бала қосылыпты, 24 бала, бір бала ғана қосылмай қалыпты, бізбен 25 қой өйткені. Енді ешқайсыңыз қалыс қалып, мен кірмеймін, бұл мен студенттік парламентке қатыспаймын деген білім алушылар жоқ шығар деп ойлаймын. Енді ішінен кураторларыңызбен ақылдасып таңдап алдық қой енді. Ешқандай қарсылықтарыңыз жоқ па жалпы? Жоқ, апай, қарсылығымыз жоқ. Онда ешкімнің қарсылығы болмаса, онда сіз бен біз босып бір жұмысты жақсы абыроймен атқаратын болайық. Кестік па? Иә, апай. Жарайды. Шықпай тұра тұрыңдар. Так. Қатысам деген, яғни депутатқа лайықпын, өзінің сондай кандидатурасын ұсынатын адамдар болса, студенттер болса, өздерін ұсынуға әбден құқылысыңдар.